Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода осы тауықтың төс етінен наггетси жасайтын боламыз. Наггетсидің яғни қазір турап барлығын мариновка жасап қоятын боламыз. Содан пісіріп алатын боламыз. Керемет құпиялармен бөлісетін болам. Неке бізде тауықтың төс етін алдық. Бұл кішкене қаттылау, морозилькке салып алыңыздар. Екіге бөліп алдық. Неке енді мынадай майлардың бәрін осылай алып тастайтын боламыз. Енді наггетсиге осылай былайынан қойып қырынан турайтын боламыз. Мынау кішкене қалыңдау болса ортасынан бөліп жібересіздер. Осылай екіге бөліп аламыз. Майларын жібермеңіздер, кейін шытырлайтын болады. Енді осылай қойғаны кезде былай қырынан турайтын боламыз. Қаттылау болса осылай өте әдемі туралатын болады. Бізде осындай наггетси шығу керек мінекей формалары. Астында тура осылай қырынан турайтын боламыз. Неке бізге осылай барлығын турап алдық наггетсиге мөлшерлерін. Неке енді осыға мариновкасына ең бірінші су, магина второй, және де тұз, қара бұрыш, паприка, және де приправа для кефси. Және де осындай 3 зубчик чеснок қажет болады. Осыған біз осылай көмегімен қосатын боламыз. Өте майдағы турасаңыздар да болады. Болмаса осылай қысқыштың көмегімен қосатын боламыз. Неке барлығын қосып дайындап алдық. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Қолымыздың көмегімен мариновкасын жасап, 30 минутқа, кем дегенде 30 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Және де осы түнде қойып қойса бола ма деген сияқты сұрап жатады. Түнде қойып қойсаңыздар да болады, өте жақсы болып тұрады. Түнде холодильникке міндетті түрде салып қойыңыздар. Неке осындай қоюлықта болу керек. Бізде бұл чекен сияқты кішкене суын көп қосудың қажеті жоқ. Осындай қоюлықта болады, және де қып-қызыл болып пісетін болады. Барлығын осылай араластырып, енді 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Неке достар, бізде мариновкада біздің наггетсиіміз тұрды. Неке осындай сынып, өте керемет қызыл түске келіп тұрады. Енді бізге бұны пісіру үшін бірінші жұмыртқа керек. Жұмыртқаға тек қана жұмыртқаға ұнатасыздар. Одан кейін панировочный сухарий панко. Именно осы панконыкін алыңыздар, өте керемет болып тұрады. Панировочный сухарийдің және де жаңа батон нанның үгітіндісі де бар, сонымен шатастырмаңыздар. Дәл осындай түрін аламыз. Неке панировочный сухарийімізді салып дайындап аламыз осылай. Ал енді жұмыртқамызды араластырып аламыз. Белкамыздың көмегімен араластыра берсеңіздер болады. Осылай барлығы араласқаннан кейін бір-біртіндеп наггетсиімізді осылай салып, екі бетін және де панировочный сухарийге салып, неге қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Осылай барлығын дайындап алатын боламыз.
міндетті түрде майларыңызды қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Қызып тұрғаннан кейін уже салатын кезде астын кішкене басып қоясыздар. Осындай өте әдемі болып шығады. Мариновкасының өзі өте дәмді, сондай керемет болып шығады. Мінекей достар, майымыз қызып тұр. Осылай бір қыздырып аламыз да наггетсиді салатын боламыз. Екінші беті қызарғаннан кейін, екінші бетіне аударатын боламыз. Бір беті қызарғаннан кейін астын кішкене басып қоясыздар. Бір қызып алғаннан кейін. Мінекей достар, біздің наггетсилеріміз дайын болды. Өте керемет, сондай шикарно болып шықты. Прям хрустящий болып шыққан. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасаңыздар, сол кезде дәмі де прям шикарно болып шыққан ғой. Енді құдалыққа ұялмай қоя бересіздер. Мінекей сондай прям шикарно болып шыққан. Қараңыздаршы, барлығы ұзын-ұзын да өте әдемі көрінеді. Және хрустящий болып шыққан, іші де өте керемет болып піскен. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасаңыздар достар. Қараңыздар, құдалыққа наггетси, чикен өте керемет үйлеседі.